Сәлем достар, мен бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын өте дәмді қытырлақ болып шығатын кефсимен бөлісетін боламын. Мен кефсиді тауықтың қанаттарынан жасаймын. Оны тауықтың аяғынан немесе тауықтың өзінен, яғни бүтін тауықты майдалап дайындасаңыздар да болады. Бұл кефсиді ең алдымен жақсылап мариноваттап аламыз. Дәмді болып, қытырлақ болып шығу үшін жақсылап майдалап мариноваттаймыз. Ең алдымен мен осындай тауық қанаттарını алып алдым. Яғни менде 1,5 килограмм болды. Енді осы тауық қанаттарымызға жақсылап ең алдымен суымызды дайындап аламыз. Яғни мариноваттау үшін мен осындай тәтті паприка салдым, сосын ащы паприка салдым, кориандр салдым және соя салдым. Яғни соевой соус дейміз ғой, содан салып алдым. Және 3 майда дана чесногымызды осылай қырғыштан өткізіп алдым. Яғни қырғышпен өткізбей, кәдімгі чеснок майдалайтынмен майдаласаңыздар да болады. Енді дәміне қарай тұз саласыздар. Енді осы салмаларымыздың барын салып алған соң, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді тауығымыздың жаңағы қанаттарını дайындап алатын боламыз. Осылай тауығымыздың қанатын бұрышындағы жеріні, артықша жеріні мен алып тастадым. Енді қалған жерлеріні екіге бөліп алатын боламыз. Осылайша екіге бөліп алдым. Қалған тауықтарымыздың барлығını осылай дайындап аламыз. Тауықтарымыздың қанаттарын дайындап алдық. Енді жаңағы суымызға барлығını жақсылап тұрып салып аламыз. Яғни минимум 1 сағат тұруы қажет. Мен 2-2,5 сағаттай тұрғызамын. Жаңағы 4 сағат, 5 сағат тұрғызсаңыздар да болады. Қаншалықты көп бұл тауығымыздың қанаттары тұрған сайын, соншалықты дәмі әдемі сіңетін болады. Осылай жақсылап іштеріне кіргізіп дайындап қоямыз. Дайындап қойдық. Мен тауықтарымыздың қанаттарының суының азғантайын төгіп тастадым. Менде 2,5 сағаттай тұр, 2,5 сағат, даже 3 сағаттай тұрды. Енді жаңағы 400-500 граммдай ұнымызға тұз салдым. Және ол өз қалауларыңыз, қанша салсаңыздар, сосын қара бұрыш салдым. Енді үшеуіні жақсылап араластырып аламыз. Осы ұнымыз дайын болған соң жақсылап араластырамыз. Бұрыштары барлық жеріне араласуы қажет. Енді тауықтарымыздың қанаттарын суыны төгіп тастамаңыздар. Яғни құрғақ болып қалмауы қажет. Сулары ағып кетпеуі қажет. Осылай судан алып, ұнымызға салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осындай тесік-тесік табаққа салғандарыңыз дұрыс. Неге екенini қазір видеодан көрсеңіздер болады. Ұндарымыз қанаттарымыздың барлық жеріне жақсылап тиюі, араларына кіруі қажет. Осылай салып алып, енді қалған тауық қанаттарымызды дәл солай ұнға жақсылап салып араластырып аламыз.
Міне барлығын салып араластырып алдық. Енді осы тесік табақтағы тауықтарымызды жаңағы соя салынған суымызға азғантай мұздай су құйып жібердім. Енді осыны суға бір салып аламыз. Яғни барлық жеріне су түйсе болды. Көп тұрғызбаңыздар. Міне осылай салып аламыз. Яғни тауығымыздың сыртына жағылған ұнымыз қамыр сияқты болу қажет. Міне осылай қамыр сияқты болды. Енді осы тауықтарымыздың қанаттарына тағы да ұнға салып араластырамыз. Құрғақ етіп, яғни құрғақ болғанша араластырамыз. Міне біздің тауықтарымыздың қанаттары дайын. Енді қызып тұрған майымызға салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Тауықтың қанаттарына 10 минут, яғни 8-10 минутта піседі. Тауықтың қанаттарына 10 минуттан артық тұрғызбаңыздар. Егер тауықтың аяқтары болатын болса, 12-13 минутта піседі. Ал тауығымыздың қанаттары 8-10 минутта піседі. Мен 10 минут тұрғыздым. Не осылай 10 минут өткен соң қағаз төселген ыдысқа барлығыны теріп аламыз. Яғни майыны сіңіріп алуы үшін. Қалғандарын да солай пісіріп аламыз. Міне біздің тауығымыздың қанаттары дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайында үйдегі бар заттармен жасалады. Менің осы жаңағы рецептерімді сақтап алу үшін тіркеліп қойсаңыздар болады.